жүреді, аш адам жүреді. Мас адамға есік мына жақта, аш адамға төр ана жақта асхана ауызғайды. Міне асханада, пожалуйста. Оу жамағат, екі жақты дос қылады, ал бірін бас бір қатты, ал бірін қос қылады. Ортада отырған еліңде қос қылағы, ортаға алып қос қылады. Жақсылап тұрып, оу жамағат, қол соқсаңдар. Опта, мына ұсқи құдалар тос қылады. Қаныр айықшы, ұрайықшы, жақсылап. Қолмен жақсылап. Шымырақ, соқ. Судан шыққан балықтай, құдалар келіп қалыптай. Бұрын құдаларды сыйлаған, бұрын құдан қалыптай. Бұл құдалар, құдалар, сауысқаннан саққылар. Қожа деген бұрғылы елге келіп қонған бақлалар. Біріңі терек, біріңі тал, біріңі шекер, біріңі бал. Қайсы біріңді айтайын, бәрің бірдей ақсуға деп ананың алдында асқар тауды аласа дейді. Ананың қарызынан алақаныңа қуырдақты пісіріп барсаң да құтыла алмайсың дейді. Міне сондай анамыз Құдағи апа сөз көтеріп әуелі сіз бастаңыз. Құдағи қартайдым деп қайғы жеме, ажарақ бетімнің тайды деме. Жетсе де сарғыш тартқан күзің мейлі, немерелеріңіз бен балдарыңыз сізді әже дегенде, ау Құдағи сіздің апа беліңізді шоқты бүгілмейді деп сөз көтеріп арғадай. Құдаға берсек деймін, мұна құда ардақты, бәрінен де салмақты. Мінекей бүгін перзентінің құдалығына келгенде, тойына келгенде, Құдекең бізге қандай тілек арнапты деп, ал Құдеке сөз сізден болсын. Мынау емен ағашы мен қайын ағашы болады екен. Мынау емен ағашы жуан болса да, жаңбыр жауса, құлап жел тұрса, құлап жаңбыр жауса жылап тұрады екен. Сөйтіп сол құлаған күйше тұра алмай қалады екен. Ал енді мынау қайын ағашы болады екен. Өте нәзік болса да, жаңбыр жауса жылап, жел тұрса құлап, қайтып орнынан тұрып, жапырағын жайып тұрады екен. Мен бүгін Назирадай азаматшаны нағыз осы аққайыға теңерем. Мінекей Ибатбек дүниеден өткенсе де, перзенттерінің жаңағы күндегі өсіріп, осынша жаққа дастархан жайып, әйел болса да, нағыз осы мен Назираны ер азамат аққайын дерем. Ал Нәке, бүгінгі тойың құтты болсын, тойың тойға оласын деп, мінекей керемет сөзді Нәкеңе берейік. Міне Назира құдағиларыңызды көрдіңіздер, ұстаз екені белгілі болып тұр, ұстаз екені 45 минут міндетінде сөйлейді. Керек десең асабаның қолынан осы микрофонды тартып алып, Нәкең өзі асаба болып кеп тұр. Тойда көп сөйлесең мұжың болып, отырған қалды шын болып шыныңмай құлай қаздардағы. Ау жамағат, мынау тәрбиелі той болайықта. Біздің Қазақстанымыз қашан тәрбиелі той болады? Неге шулаймыз біз, Бүгін сіздің бүгін Назираның той болып жатса, ертең сіздің үйде той ғой құдай қаласа. Ал Назира, мен сізге бір сұрақ қояйын. Сіз точно шыныңызды айтыңыз. Бір келіншек мынау Назира сияқты Назираның үйіне келін болып түсіп дейді. Сөйтіп азында жас бала ғой, шай құюды білмепті. Шай қамылдым бір қайнамай барыпты. Сөйтіп келін-ау, мынау шайын қайнамаған ғой десе, келіні қайнаған деп алда шайды қойып кетіп барады дейді. Ертеңі тағы да келін-ау, мынау шайын қайнамаған ғой десе, қайнаған деп кетіп барады дейді. Сөйтіп үшінші күні енесі шыдамаған ғой, мәссаған қайнаған десе, хорошо, что қайнамаған деп барады дейді. Сондай болған жоқ қой, Назира, шынды айтшы айнамай. Жоқ болған жоқ. Ой жаным, бір дос айтады дейді, Назира-ау, келін алып қолыңыздарды ғой, шай құюдан құтылдың ғой десе, ойпырмай, шай құюдан құтылғанда құтылдым-ау, кесе ұстаудан қолым талып депті. Енесі кесесі сосса, келіні шайды құя салды дейді. Енесі қолын сосса, келіні шайды құя салды дейді. Ондай болған жоқ па, шынды айтшы жаным. Жақсы ғой, немей бәрекелді. Ал құрметті құдағилар, екі жас бір-бірін сүйсін бе? Сүйсін. Көрмеген дұшпанның іші күйсін бе құдағи? Күйсін. Бәрекелді. О, құдағи Назира, опырлатып жастыққа, кішкентай Назира бөпесі көп болып, жастыққа көрпеге сүйсін бе? Сүйсін. Бәрекелді. Ал айналайын батыр, екі жас бір-бірін сүйсін бе? Сүйсін. Апа, екі жас бір-бірін сүйсін бе? Ау жамағат, құрметті ағайындар, құдалар мен құдағилар бір-бірін сүйсін бе? Ұрсай қолды, ұрсай сүйсін десек. Ау құрметті құдағилар бір-бірін сүйсін дегенге құшақтап тұрып, тіс қағыстырсын, бәрекелді.
Thank you.